Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, туыс бауырлар. Мына Құдай қаласа Аллахтың қалауымен бүгін 23 сәуір Рамазан айында міне орталық мешітте Құдай қаласа ағайын бауырлар болып жиналып ауызашар беріп жатырмыз. Аллах разылығы үшін. Құдай қаласа осы дәстүрімізді, ауызашарымызды Құдай қаласа жылдан жылға ұлғатай берейік. Ауызбіршілігіміз болсын. Құдай қаласа мына ағайын арасында бір кішкене қор ашамыз деген ойымыз бар. Иншалла, Аллах қаласа қалауымен сол қорды ашсақ, арамызда қиналып қалған семьялар болады. Әйтеуір жаман айтпай жақсы жоқ. Сондай бір қиын жағдайлар болып қалған жағдайда әйтеуір өз-өзімізді көтеріп сүйреп кететіндей жағдайға жетсек деген сондай бір армандарымыз бар. Құдай қаласа мына Аллах разылығы үшін беріп жатқан ауызашарымыз Аллах тағалам қабыл етсін. Жылдан жылға осындай жиналып, басымыз қосылып, иншаллах мынау дүниеден өткен ата-бабаларымыз, аналарымыз, мынау ағайынымыз, бәріміздің әкелеріміз бірін-бірінің қолына ұстап, бірін-бірінің етегіне, жеңіне ұстап дүниеден өтті. Енді солардың ізі біз, солардың Құдай қаласа мынау жолын жалғастырып, ауызбіршілігіміз ынтымақта болайық. Мен бар айтарым осы. Айналайымда бауырларым бүгін ниет қып ұлыстың ұлы күні Рамазан айында ауызашар беріп көпшілікке Құдай қаласа ниетіп тілегесіндер ниеттерің қабыл болсын. Құдай қаласа дендерің сау болсын. Жылдан жылға осылай оразадан оразаға жете берейік. Балдар, жастар аман болсын, жеткіншектер жете берсін Құдай қаласа. Мына беріп жатқан садақаларың, ауызашарларың қабыл болсын. Ниетілі тілектерін беріп Құдай қаласа, істеп жатқан кәсіптеріңе береке беріп, дендерің сау болып, оттың басы аманшылық болып, бақытты болыңдар. Амин, амин. Ниет қабыл болсын барлығына. Мына ораза айында үсті ұйымдастырып, жастардың басы қосылып, ауызбіршілік қылып ынтымақ қылып жатыр екен. Мәңгілік болсын. Қуаныштымыз. Мұны көп адамдар көремей кетті, мысалы, не алатын. Қайбірлері Жаңақорғанда біріккенбіз, наймандардың басы. 2019-да. Одан кейін 20-шы коронавирус болды, үйтті-бүйтті, енді биыл Қырғызстанның наймандары береміз деп жатыр. Оғанда Құдай қаласа барамыз, ат салыс. Сол барғанымызда біз ауданнан 500 мың ақша жинап, үлес қосып оларға. Соның бәрі әйтеуір ауызбіршіліктің арқасы мына найман ағайындардың. 5 бала. Иә, 5 бала. 5 бала наймандар әйтеуір рахмет бәріне. Осы ауызбіршілік ынтымақтарының арқасында бақытты өмір сүріңдер. Жаманшылық көрмеңдер, үлкендерді сыйлап жүрсеңдер, ертең сендер де үлкен боласыңдар. Сендерді де сыйлайтын жастар өседі. Сол, Алла барлығына жақсылық, әрқашанда ынтымақ бірлік берсін. Денсаулық берсін. Ағайындар, мынау енді жақсы керемет бір жаңағыдай мынау бауырларымыз ұйымдастырып, керемет бір ораза болып жатыр, бүгін қаласа ауызашар болып жатыр, мынау әдемі Рамазан айында. Бақош бауырымызға рахмет, Сәби, Данияр бар, енді осының бәрі ұйымдастырып жүрген. Малайсы бәрің ат салысы, осы жерде ауылда керемет чат ашылды. Осы чаттың арқасында бәріміз басымыз бірігіп, Рамазан айында бас қосып отырмыз. Құдайға шүкір, осындай бауырларымыздың барына рахмет. Осындай действительно жиі болатын болсын енді, осында кездесуіміз действительно. Бұл енді традиция болсын. Мынау енді әр жыл Құдай қаласа Рамазан айында үсті бас қосуды осы ағайындар, өзі 5 бала наймандар әдетке, дәстүрге айналдырады. Басымыз қосып, ауызбіршілігіміз мықты болып жүре берейік. Ораза айында Құдай қаласа наймандардың ауызашары болып жатыр. Құтты болсын.
осындай бірлігіміз, туысқандығымыз арта берсін әрдайым. Amin, amin. Тек жақсылықта тойларда кездесе берейік әрдайым. Осы барлықтарını көріп, танысып жатқаныма өте қуаныштымын. 5 bala жинап отыр, 5 bala. 5 бала айыма құда қаласа. Тек жақсылықтар тойларда кездесе берейік. Ниет қабыл болсын. Орда біз ауыл неміз қабыл болсын.